Сәлеметсіздер ме? Бүгін екі жиынның бірігу және қиылысуы тақырыбы бойынша 69-шы беттегі 6-шы есепті шығару жолын түсіндіретін боламын. Бірінші есепті мұқият оқып аламыз. Маржан дүкеннен 8 теңгеден бетбелгі және 7 теңгеден күнтізбе сатып алды. Ол осындай 5 бетбелгі мен 4 күнтізбеге барлығы қанша теңге төлейді? Бірінші шарт мен сұрағын ажырату үшін сұрағын ажыратып алған бізге оңайырақ болады. Осындай 5 бетбелгі мен 4 күнтізбеге қанша ақша теңге төленгенін табу үшін бізге әр заттың өзінің бағасын бірінші тауып алуымыз керек. Демек, осы заттардың барлығын тек маржан сатып алғандықтан маржан деп көрсетудің бізге қажеті жоқ. Шарты деп көрсетіп қоямыз. 8 теңгеден бетбелгі қанша? 5. Демек, бағасы бірінші сөйлемде, ал саны екінші сөйлемде берілген. Сол себептен балаларға осы жерде мұқият қадағалауын тапсыруларыңыз керек. Өйткені бірінші сөйлемде тек олардың бағалары берілген, ал саны келесі екінші сөйлемде. Сол себептен мұқият оқымаса, кейде балалар бірінші сөйлемде берілген сандарды бір-біріне қосып немесе көйтіп жіберудің жағдайлар болады. Сол себептен мына жақта бағасы, ал саны келесі сөйлемде берілген деп балаларға бір ескертіп өтуіміз керек. Демек, шарты 8 теңгеден 5 бетбелгі. Жазамыз 8 теңгеден 5 бетбелгі. Енді күнтізбені қараймыз. 7 теңгеден 4 күнтізбе. 7 теңгеден 4 күнтізбе. Бірінші бас әріптерін жазып, қысқартып жазу арқылы жазуымыз керек шартқа. Барлығы қанша теңге төлейді дейді. Барлығы белгісіз теңге. Әрине барлығы деп жазып, болмаса қанша деп жазудың орнына осылай белгілер арқылы жасасақ та болады. Енді шешуін табуымыз керек. 8 теңгеден 5 бетбелгі деген сөз балаларға және түсіндіру кететін жағдай. 5 бетбелгенің әр қайсысы 8 теңгеден болып тұр. Әр қайсысын бізді 5-ті 8 рет қосып жүрген 8-ді мысалы 5 рет қосып жүрмей, қосындыны көбейтумен алмастыру арқылы есептеуіміз керек. 8 теңгеден 7 теңгеден деп тұрма, демек осы заттардың әр қайсысы деген сөзді мағынаны білдіреді. Әрине әр қайсысы деген сөз қолданған кезде мәтін есептерде біз көбейту немесе бөлу амалдарын қолданамыз. Қазіргі жағдайда 8 теңгеден 5 бетбелгі, демек бетбелгінің әр қайсысы 8 теңгеден болғандықтан біз көбейту амалын қолданамыз. 8 теңгеден 5 бетбелгі. Одан кейін және деп тұр. Және дегенде біз қосу амалын қолданамыз. 7 теңгеден 4 күнтізбе, демек 7 мен 4-тің көбейтіндісін табамыз. 8 мен 5-тің көбейтіндісі 40, 7 мен 4-тің көбейтіндісі 28. Демек 40 пен 28-тің қосындысы 68-ге тең болады. Енді жауабымызды жазамыз. Барлығы қанша теңге төлейді? Демек, барлығы деп те жазудың шарт емес, бізге 68 теңге төлейді деп сұрағымызға жауап жазуымыз керек. Енді келесі, бұл А тапсырмасы болатын. Енді мұқият оқимыз. Санжар бумадағы бір рет қолданылатын стақандарды 345 теңгеге және 5 теңгеден 9 түтікше сатып алды. Ал маржан 8 теңгеден 5 қасық, 250 теңгеге бір бума майлы қағаз сатып алды. Олар екеуі бірге барлығы қанша теңге төледі? Жаңа айтып өткенімдей, шартын, сұрағын ажырату үшін бірінші сұрағын ажыратып алғанымыз оңайырақ болады. Олар екеуі бірге барлығы қанша теңге төледі? Сұрағын ажыратып алдық, қалған сөйлемдер есептің шарты болып есептелінеді. Демек, біз сол шарты арқылы қысқаша шарт құратын боламыз. Енді екеуі бірге барлығы қанша теңге төлегенін табу үшін бізге алдымен Санжар мен Маржанның жеке-жеке қанша ақша жұмсағандарын табуымыз керек. Демек, шартын жазатын боламыз. Бірінші Санжарды жазамыз. Санжар бір рет қолданылатын стақандар бумадағы. Демек, бір бума стақандарға ол 345 теңге жұмсаған. 345 теңге. Және деп тұр. Енді 5 теңгеден 9 түтікше жазамыз. 5 теңгеден. Жаңа айтып өткендей, теңгеден дегенде, яғни осы түтікшенің, 9 түтікшенің барлығы әр қайсысы 5 теңгеден деген мағынаны білдіреді. 5 теңгеден 9 түтікше сатып алған. Біз қазір Санжардың сатып алған заттарын жаздық, енді Маржанның сатып алған заттарын жазатын боламыз. Ал Маржан 8 теңгеден 5 қасық, 8 теңгеден 5 қасық, 8 теңгеден 5 қасық, 250 теңгеге бір бума майлық. Демек, және бір бума майлық 250 теңгеге. Теңгеден, 8 теңгеден 5 теңгеден. Демек, осы заттардың әр қайсысы деген мағынаны білдіреді. Енді шешуін жазамыз. Бірінші Санжардың қанша ақша жұмсағанын табуымыз керек.
345 теңгеге ол бір бума бір рет қолданылатын стақандарды сатып алған. Және деп тұр, демек қосуламалы, жаңағы айтып өткендей. 5 теңгеден 9 түтікше. Теңгеден деп тұр, демек 9 түтікшенің әрқайсысы 5 теңгеден, демек көбейту амалын қолданамыз. 5 пен 9-ың көбейтіндісін бірінші орындап аламыз, өйткені көбейту амалы орындалады. 5 пен 9-ың көбейтіндісі 45, 345 пен 45-ның қосындысы 390. Демек Санжар 390 теңге жұмсаған. Енді маржанды есептейміз. 8 теңгеден 5 қасық. Яғни қасықтар әрқайсысы 8 теңгеден болғандықтан 8 теңгеден 5 қасық көбейту амалын қолданамыз. Және 250 теңгеге ол бір бума майлық сатып алған. 250-ның қосындысын табамыз. 8 пен 5-дің көбейтіндісі 40, 250 мен 40-ның қосындысы 290. Демек, маржан 290 теңге жұмсаған. Енді бізде сұрап тұр, олар екеуі бірге барлығы қанша ақша теңге жұмсады, яғни теңге төледі деп тұр. Демек, екеуінің жұмсаған ақшаларын теңгесін қосамыз. Демек, 500, 390 менен 200, 45, 390, 290, 500, 680 теңге. Екеуі бірге барлығы қанша теңге төледі. Демек, жауабını жазамыз. Екеуі 680 теңге жұмсады.